Білімді, сізде қалмайды дедіңіз ғой. Наурыз қандай? Сенімді. Сенімді. Қымбат ше? Қымбат та сенімді көрдіңіз бе? Адам емес. Наурыз қандай? Тәрбиелі. Тәрбиелі. Қымбат ше? Қымбат та тәрбиелі. Baba geliş Turan, sizin biriniz yoksa gitsek, jangan sola biliyordunuz mu değil mi? Kararlı, oxlamasan tumağı degen Turan. Ne diyorsun? Coupe, 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 coupe. Mane coupe, 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 coupe. Түсіндіңіз ғой? Қымбат пресс кімдерге? Әне не деген бөлек? Орташа пресс? Неге басыз ана? Coupe, 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 coupe. Mane coupe, 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 coupe. Siz айтып отырмын, сіз айтып отырмын. Жабылға еще анау емес қолына шаш келтіретін фен түскен ғой. Құдайдың өзі. Аға, мынандай емес. Атыңыз кім негізі? Бердімұрат. Бердімұрат? Бердімұрат қайда? Чурик қайда? Вообще баспайды ғой, сіздің атыңыз Нұрболат. Сізді Пурик десе жақсы ма мысалы? Мүлде ұқсамайды. Құдайға мынау ештеңе айтпай мен, ештеңе айтпай мына престі берем. Біреу, ештеңе айтпай мына престі берем мен сізге. Еще қазір ештеңе айтпай мына престі берем. Көрдіңіз бе, сізге ештеңе айтқан жоқпын. Сізде қызыңызға ештеңе айтпаңыз. Жастар өзбен өзі болсын да бақытты болсын. Кім боласыздар деген? Зачем пришли? Друзья, да? Друзья? Сіз өзі ойнап айтам, да? Еще как махаббатпен қарап отыр екен. Ален көріп тұр, Ален деген есім өзіне жарасып тұр. Мысалы, мына Қайырбек десең, сенбейтін едім Аленге. Кет. Ален, сен мына әнмен біреуге көңіл айтып тұрған сияқтысың. Вообще безім осы. Шапқа, буква, Қ. Сіз ойланып болыңызшы, мен ажықтан басайыншы. Болмайды сияқты Аленнің Қдан бастау. Қайсар. Қымбаттым. Қыраным. Қасқырым менің. Қайратты. Қанатым. Через бісміллә. Қызмет істеп жүре бер деген сияқты ма? Даш бақай деген сияқты ғой. Даш бақай деген. Ерініңде қып-қызыл далап тұр. О боже мой, қазір фокус көрсетемін саған қарап тұр. Сосын көп ұзамай ішің ертең жыбырлайды. Ал сен соны қалайсың, бар шыныңды айт. Ол деген үлкен қадам, дайынсың ба не мадам? Асыл ерің осы үйдің тірек емес пе? Артық ойға кетіп әрі-бері уайымдама. Жалғыз қалып үй ішінде жалықсаң, асханаға барып тамағың мен шайыңды қара. Әуежайдан шығып үйге келгенше күтіп ал мені жылы құшақпен. Қош келатыр мен шақпен. Қымбатта шаштарың тарап қап-қара, тұп-тұнық көздер бат-барам. Сымбатта
приздарды біз әдетте кімдерге беруге тырысамыз? Құдаларға. Я саған құдалар, сен қайын жүрдің ол. Құдаларға деп соғып тұр мынау. Процессы. Қазақша түсінеміз ғой, немножко, да? Жақсы. Арасында перевод жасап тұрасыз, естіп маған Каспийға перевод. Жақсы. Қазір былай, сұрақ мынадай, бірінші сұрақ. Бұдан кейін ешқашан біздің ботамен ұрыспаймын деп уәде бересіз бе? Иә. Ұрыспаймын дейді, қол соқпа. Уже ұрысыватқан сияқты. Жақсы, екінші сұрақ. Бұдан кейін ешқашан ботадан басқа ешбір қызға көз салмаймын деп уәде бересіз бе? Көз салмаймын. Көзіңді шылықтырады. Бота, сізге бір сұрақ қоя салайын. Енді ешқашан жарым деп таңдағаннан кейін ер азамат бір сағат жоғары тұрады дейміз. Ешқашан Әзімханға қарсы сөйлемеймін деп уәде бересіз бе? Уәде беремін. Осы қойыңыздар, шарлауға қойыңыздар. Әзімхан өтірік айтады. Игіліктің ерте кеші жоқ дейтін сияқты, қуаныштың да үлкен кішісі болмайды. Бүгін міне кішігірім ғана орда болып жатқанмен, той болғанмен, осы жерде ет жақындары, сорпа бетіндегі майлары, сүттің бетіндегі қаймағы, асыл да ардақсы, жүрекке жақын деген ағайындар бүгін міне іріктеліп, сұрыпталып осы тойымыздың төрінен табылған екен. Біз аса қуаныштымыз ағайын. Қызыңызды мен бауырыма келесіздер. Сіз сүт сұрап келіп тұрған сияқтысыз бе? Көршіге шығып, спокойно, мына кісі жарайды, ал сұрап жатыр, не дейсіз сіз? Береміз, бұл кісіге бәрібір екен, жарайды. Қолдарыңыз ашылсын, қолдарыңыз ашылсын. Ренжімеңіздер, мына әуелі жатыр деп ойламаңыздар. Просто мен сүйінші хабар жетсейін деп отырмын, әуелеттің сүйінші хабары ет тай болды, сіздер ет турайсыздар, соңай мен деген отыра беріңіздер. Басқа тұрмаймыз, ол осыған отыра беріңіздер. Олай болса, ауа, стоп. Не, маңдай біраз қойғанда, еттің сойыппен тураппен, жасаппен, ұстураппен. Ой, сіз сойғанда сіз бәле? Қарап тұрған ба? Ол қарап тұрған үшін Құдайдың жазасы сізге. Ал, құрмет. Қайын ата дейді. Бұл кісінің аты кім? Орал. Орал, мә, ұрып тұрмын, о атасының атын. Шағыл ұрып қойып болсын. Әңгіме жоқ, мына дауыстың бәрі күштегі, бірақ саусақтың қандай қатысы бар бұл жерде. Шабыда құрайшы, қол соғып қойсаңыз. Бүгінгі кеш, бүгінгі той қайталанбаса, әрбір кеште, әрбір сағатта бола бермейтін той. Сондықтан ағайын жалпы биылғы жылдың өзінде атаулы жыл, қаталы жыл екен біреу білсе, біреу білмес. Биыл қазақтың айбоз ақыны Қадыр Мырзалиннің туғанына 90 жылдығы. Мына Атыраудың тумасы, Қазақстан гимнінің авторы Жұмекен Нәжімеденовтің биыл 90 жылдығы. Сонымен қатар қазақтың біртуар президенті Сәбит Мұқановтың 125 жылдығы. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы. Және биыл Нұрбол мен Анелдің шаңырақ көтерген жылы. Жастардың махаббатының 30 өңгесін
шамы сөнбесін деп бір қос қолдап қол соғып қойсақ, жастар бақытты болсын.